Yumuşak götürüyorsun. Çık. Ол бөтенсіп тұрған жоқ па аға менен? Жаңбыр жауып кетті. Сосын біз мына тегі мінбек соғамыз, одан кейін жаңбыр жауып кетті. Ішке қашқырып кеттік бәріміз. Қалада жаңбыр жауып жатыр. Ай-вай! Түйелер ана жақта жайылып жүр. Ауызда сағыз шайнаған. Ана түйелерге кетіп барады. Есімің кім дедің? Бақділда. Бақділда, иә? Бақділда не түйе. Жаңа түйеге мініп алып шауып жүрген Бақділда. Қояндыға келіп, индравермен. Аяулымнан. Түйе базы десеңіздер, бәрі біледі. Түйе базы деп айтты керек, иә? Ғажап сияқты негізі. Түйелер екі өркешті түйе де бар екен, нарлар да бар екен. Өзі не? Көп тамақ жеп аптан қанға дейсің? Иә, сүт ішіп, сүт береміз. Сүтті қолдан бересің? Мамасы қарамай қойған. Енді фото қылсыр. Мамасы қарамай қойған дейсің бе? Менің бұрын Зоги деген осындай аттағым болған. Аңқылда кетті, іші кеткен дейді. Түсірдің бе? Пока! Исяным. Ана қолға үйренгеннен кейін қасына шықпай жүр ғой, иә? Мамасы емес екен. Бұрын біздің апамыз не ететін? Тасқа пісіретін бізге. Сіздер нан қайда пісіресіздер? Анағын пісірем. Солай. Сүті бөлек бола ма апай оның? Ашқанын қырып қарамыз ғой. Сүті бар ма? Сүтінен бөлек алсын? Сүттен бар. Мен бие сауатын уақыттан кешіп қаппын. Бірақ, бие сауатын деймін ғой, түйе сауатын уақыттан. Бірақ шұлат ішіп отырмын. Апайдың сауған дайын шұлатынан. Есіміңіз кім, апай? Мәдениет. Мәдениет? 2005 жылы көшіп келдік дедіңіздер, иә? 2005 жылы жай туысылап келгенбіз. 2007-тен бастап тұрақтадық. Қытайдың қай жерінен келдіңіздер, апай? Толы ауданынан. Қай ауданнан? Толы ауданды бірінші орта мектепте мұғалім болдық қой екеумізде. Пенсияға шықтық қой мен, әлбей. Бұрын ұстаз болған кісіздер ме? Қоямыз ғой дейміз. Күшті. Негізі адам осындай жайлауда тұрған бәрібір бөлек болады адамға. Ой, өзің білесің ғой енді. Бұл жаққа келу үшін қаншама сөзді естисің. Адамдар ма? Адамдардан айтасыз ба? Алыс деп па? Иә, алыс, не дерің бар, жандарың қинама, малда не дерің бар, тұрыс жатпадың да. Қазір мен ойласам апай. Түйенің еті. Мәс. Ас болған бағана сол еті. Түйенің еті дейді. Оған неге әуре болдыңыз апай? Бізде мынандай жағдай болғанда біз солтүстікке көшіп келдік қой. Мен Монғолиядан көшіп келдім. Сол кезде бір 12 түйе жүретін, оны ешкім керек қылмайды, өздері далада жайылып, сөйтіп әкім айтқан ғой, мына түйелерді сіздер алыңыздар деп. Көшіп келген ағайындар 12-сін жеп қойған. Сол кезде түйенің етін жеген, бірақ мен ол кезде бала болдым, өте кішкентай. Одан кейін қайтып түйенің етін жеп көрмедім. Енді қараңыздар. Жүрек жұмсақ екен. Жалым жүрмай. Кәдімгі ет. Бала кезінде дәмін де білмей қаласың ғой. Бала кезінде кішкентай болдың, қандай екен? Дәмін де білмей қаласың. Бұны сүрлей ме апай? Түйенің етін? Сүрлейді. Жылып қой бұны қалай етсе сақын.
сүріп кетті ғой өзі. Өзінен өзі сыр болған. А мына сыр болған сүрлеп қойғанбыз ғой соны. Қалай деп тұр ғой. Сен келеді деген. Өте дәмді. Астан бағаны береді. Жаным. Оған неге әуре болып жүрсіз? Сен Апай өзін сүрткісі келмей отыр. Бірақ өте әдемі кісі. Қараңыздаршы, мен сол түйені түсірем дегеннен кейін маған тамақ істей қойып түйенің етінен. Қолыңызға дерт бермесін, рахмет. Өте дәмді екен. Ай, шұбат, сөз жоқ. Дәмінде. Мен негізі көлігімді сатып жіберген болатым, айтып шешей даулап келсем күшті болар еді. Ол кісі үйде, қазір біздің үйде жатыр. Нашың ба? Қазір ол кісіге сізге шұбат әкеп берем бүгін деп кеткен. Сен өркешің ғой. Жуас екен, бәрін сипасақ, біреуін сипасақ бәрі. Мен ма? Жоқ, мен алмадық, өйткені аналар түсіріп жүріп, соңында жаңбыр жауып кетті. Мен асықпай тағы бір күн келейін, апай. Өте дәмді екен, еті де, несі де. Май сармайсың? Сөйтіп Карасёвкадағы 12 түйені. Жоқ қылдық те. Монғолиядан көшіп келгендер жоқ қып жеп қойған. Содан бері қанша жыл өтті, біз 92 жылы көшіп келдік. Енді содан кейін ол кезде мен бала болдым. 3-ші класстан бастап келдім. Сол кезде 3, 4, 5, 6-шы класстар ғой, сол әр жылы бір түйе жейтін айтты өздері. Бірақ мен өзім сол түйелерді сойған кезін ондайын көрмеппін, білмеймін, есімде жоқ, әйтеуір түйенің еті деп күнде үйге сол Карасёвкада тұратын, қазір Қамсақты деген Ақан серінің зираты бар жер ол. Сол ауылдағы бүкіл кісілер келеді, әгілерге қуырдақ жасап беретін түйенің етінен. Ана, Халид кетіп салсын. Не, анадан мұздатқышқа апарып салсайшы. Қажап апай. Мына түкіріп жібермей ма маған аға? Ана бурада кел жатыр ғой аға, оны не істеймін? Ай, нағанай, қандай сүйкімді мынау. Мынаны қараңыздар, мына мен арт жағымда сұлу қызтыр. Кірпігі бәрі әдемі, мынаның ерекше. Ес. Сендер қызып көредіңіз бе? Жаңа адамдарды ма? Қайдан кеп қалып неменеде? Еще телефонға түсіріп жатыр. Мынау сұлу екен. Кірпігі, жүні ерекше. Дындарайдым, дындарадай, дындарайдым, дайдымдай. Сіздер аға негізі осы жердің тұрғылықты халқысыздар ма? Жоқ, Қытайдан келген. Қытайдан? Мен Монғолиядан келгем аға. Айтты, Ұларбек. Ұларбек айтты. Мал сипағанын жақсы көреді екен, қарашы. Қайтадан келеді. Ой, кешір. Аны ботақан. Аха. Я көріп тұрмын. О, кесіп бара жатыр желмен. Аға, бұл қай жақтың түйелері сонда? Алматынікі, Шардаранікі. Қазір жүндері түлеп жатыр ғой, шпота қатарынан кеп тұрды ғой. Жен төртеу болады. Түсін жұмапсың ғой. Ау, мынау ерке екен, бәріне келіп еркелеп жүреді екен. Сипа деп. Бураны қара. Бұлар аға бір адам бетіне түкіруші еді ғой. Ашыланса түкірем. Кесуін керек ол үшін. Сонда адам қарым қатынасын сезетін болып тұр ғой, иә? Мысалы, ұрсаңызды бет алға ұра берсеңіз бет істейді. Олай, баш. Үйірін айдап алып кетеді ғой, иә өзі. Мына сипаған жақсы көреді екен, біздің қасымыздан шықпай жүр. Соны айдап алып кетіп жатыр. Бұл да жылқы малы сияқты, сонда өзінің жерін өзі қадағалайтын болып тұр ғой, иә? Қасиетті малдар, иә, негізі. Еженді қатып
жата ма? Түкіріп жібермей ма маған аға? Қазір жүндер түлеп жатыр ғой, ана ем келе жатыр дейміз екен да